Ал құрметті қазақ елі, мына жаңалықты қараңыздар. Бірінші қаңтардан бастап қоғамдық орындарда тәртіп бұзғаны үшін төмендегідей айыппұл түрлері күшіне енеді. Мәселен, кей рәміздерді қорласаңыз 11 миллион 796 мың теңге. Пәтеріңіздің есігінің алдына қоқыс салынған дорбаңызды қалдырсаңыз 78.640 теңге. Кешкі сағат 10-нан кейін шулап елдің тыныштығын алсаңыз 19.660 теңге. Қоғамдық орында түкірсеңіз 19.660 теңге. Көлікте отырып телефон пайдаланып не белбеу тақпасаңыз 19.660 теңге. Құжатсыз көлік жүргізсеңіз 78.640 теңге. Автобуста жолақы төлемесеңіз 7.864 теңге. Кәмелетке толмаған балаңыз түнгі 10-нан кейін ойын-сауық мекемелерінде жүрсе 11.796 теңге. Жолды белгіленбеген жерден қиып өтсеңіз 7.864 теңге. Көлік жылдамдығын асырсаңыз 19.660 теңгеден бастап 117.960 теңгеге дейін. Қоғамдық орында балағат сөз айтсаңыз 78.640 теңге. Мұғалімді не дәрігерді балағаттасаңыз 39.320 теңге айыппұл арқалайсыз.